Бәріне сәлем. Адам аяғына қарап, бауыр проблемалар туралы қалай білуге болады? Цирроз және қатерлі ісік сияқты бауыр аурулары өте қауіпті және өлімге әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, әдетте олар ерте кезеңдерде көрінбейді және белгілер тек кеш кезеңдерде айқын болады. Сіздердің кейбіреулеріңіз бауыр проблемаларын аяқтарыңыздан табуға болатындығына таң қалуыңыз мүмкін. Дегенмен, назар аудармайтын белгілер бар, бірақ олар бауыр проблемаларының белгілері болуы мүмкін. Мысалы, аяқтағы кішкентай қоңыр дақтар немесе тамырлы торлар. Бұл видеода біз нақты не нәрсеге назар аудару керектігін айтамыз. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басуды сұраймын. Алдын ала рахмет. Қызықты фактор. Бауыр тек микроскоппен көрінетін көптеген жеке лобулалардан тұрады. Әрбір лобулада артериялар, тамырлар, өт жолдары, нервтер және лимфа тамырлары желісі бар. Аяқтағы қызыл қоңыр дақтар. Аяқтарда тізеден төмен қызыл қоңыр дақтар пайда болуы мүмкін. Олар әдетте кішкентай және әртүрлі мөлшерде, шынжыр тәрізді және жарықта жарқырайды. Бұл қан айналымының бұзылуына және қан тамырларының нашарлауына байланысты болуы мүмкін. Мұндай дақтардың пайда болуы бауырдың жеткіліксіздігіне байланысты болуы мүмкін. Бұл қан айналымының төмендеуіне және тамырлардың кеңеюіне әкеледі. Мысалы, гепатит кезінде дақтар инфекциядан кейін немесе ауру созылмалы түрге ауысқанда бірден пайда болуы мүмкін. Қызықты фактор. Сау бауырда адамның артық салмағының бар жоғына қарамастан шамамен 10% май бар. Аяқтағы өрмекші сипаттас тамырлар және варикозды тамырлар. Өрмекші тамырлар бұл тері бетіне жақын орналасқан кеңейтілген тамырлар тобы. Кейде олардың ортасында қызыл дақ бар, ал сыртқы жағынан олар өрмекшіге ұқсайды. Бауыр проблемалары бар адамдарда әдетте аяқтарында бірден бірнеше осындай жұлдыздар пайда болады. Кейде ол варикозды тамырлардың дамуымен бірге жүреді. Аяқтағы өрмекші тамырларға әсер ететін экстраген деңгейінің жоғарылауына байланысты болады. Жүктілік кезінде немесе бауырдың созылмалы аурулары кезінде эстроген деңгейі жоғарылауы мүмкін. Аяқтағы өрмекші тамырлардың көп мөлшері көбінесе фиброз, цирроз немесе алкогольдік гепатит сияқты бауыр проблемаларын көрсетеді. Star Pearl кітапханасының мәліметтері бойынша аяқтағы көптеген ұсақ тамырлардың пайда болуы бауыр проблемаларын шамамен 95% ықтималдылықпен көрсетеді. Қызықты фактор. Бауырдың керемет қалпына келу қабілеті бар. Егер адам осы органның 80%-ын алып тастаса да, қалған 20% уақыт өте келе бауырдың бұрынғы мөлшеріне дейін қалпына келу үшін жеткілікті. Өкшедегі жарықтар. А және Е дәрумендері терінің денсаулығына жауап беретіні белгілі. Бірақ олардың сіңіру үшін бауырдың өт шығаруы және 12 елі шекке уақытында жетуі қажет. Жарылған өкшелер бауырдың созылмалы ауруын көрсетуі мүмкін. Бұл өт проблемаларына әкеледі. Мысалы, өт тастарының немесе өт жолдарының иілуінің салдарынан өт тоқырауы болады. Нәтижесінде өт жеткіліксіз мөлшерде өндіріледі және оның жұмысы бұзылады. Егер сіз өт ауруы проблемаларына назар аудармасаңыз, бұл уақыт өте келе өт қабының қабынуына, бауыр жеткіліксіздігіне және циррозға әкелуі мүмкін. Аяқтың қышуы. Төменгі аяқтың қышуы бауырдың созылмалы аурулары бар адамдарда жиі кездеседі. Әсіресе өт жолдарының проблемаларымен және өт ағынының бұзылуымен байланысты. Бастапқы билиарлы циррозы бар адамдарда аяқтың немесе алақанның қышуы 70% жағдайда болады. Қышу тері астында өт тұздарының жиналуынан және гистамин деңгейінің жоғарылауынан болады. Бауыр проблемаларының ең көп таралған себептері. Сонымен, қазіргі адамдар үшін бауыр проблемаларының ең көп таралған себептері келесі факторлар болып табылады.
Дәрі-дәрмектің жанама әсерлері, тағамдағы қантты шамадан тыс тұтыну, консервілерді тұтыну және диетада жаңа табиғи тағамдардың болмауы. Диетадағы көкөністердің жетіспеушілігі организмде ферменттер мен антиоксиданттардың жетіспеушілігіне әкеледі. Алкогольді тұтыну немесе ақуызды шамадан тыс тұтыну бауыр мен бүйректе ауыртпалық түсіретін азотты метаболитикалық өнімдер көп мөлшерде әкелуі мүмкін. Маңызды ескерту. Жазылған ақпарат нақты диагнозды қамтамасыз етпейді. Тек бауыр проблемаларын көрсететін белгілер туралы айтады. Маңыздысы сол, бұл белгілердің әрқайсысы басқа мәселелерді де көрсете алады. Егер осы белгілердің біреуі немесе бірнешеуі анықталса, дәрігермен кеңесу ұсынылады. Естеріңізге сала кетейін, дәрігердің кеңесінсіз қандай да бір ұсыныстарды қолдануға болмайды. Достар, бауыр проблемаларының белгілері туралы бұл ақпарат сіз үшін қызықты және пайдалы болды ма? Егер бұл шынымен де пайдалы болса, видеоға лайк басыңыз және менің арнама жазылыңыз. Мен сізді жаңа видеомда көргеніме қуаныштымын. Келесі видеода жолыққанша.